Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ал бүгін аңшылыққа шықтық. Дағы қоян бүгін 1 қараша. Қоянға аңшылық ашылды. Қоянға аңшылық және қырғауыл кездесіп жататын болса үйрек барлық аңдарға ашылды ғой. Көреміз. Міне тазылар аңсырап тұр бұлар. Көреміз. Бұйырса табиғатта тамашалап бір демалуға тырысамыз. Ал ендеше кеттік. Бисмилля. Тереңге кеткен тамырым, аямай жаса жақсылық, әр қазақ менің бауырым. Аямай жаса жақсылық, бар қазақ менің бауырым. Міне. Жаңа камераға көрінді ме, көрінбеді ме білмедім. Бірақ бір қоян көрдім, ағарып қапты. Атпақ болмаса да енді 70%-дай ағарып қалыпты. Тазылар көрмей қалды. Ататы мүмкіндік болды. Оған тазылар қусын деп тиіскен жоқпын. Қазір Алла қаласа тағы да кездеседі қояндар. Мына тоғанның ортасына қарай кіріп атқан жоқпын. Өйткені бұл жерлерде қоян алдыртпай кетеді, сондықтан да сырт жағымен келетірім. Сырт жағынан кездессе жақсы. Мына ортасына кірсе қоян алдырмай кетеді, айласын асырып кетеді. Мына тобылғылардың ішінде жату керек қоян. Қояндар туылып жүрген шығар. Бүгін 1 күн. Қарашаның 1-інде қояндардың бәрі түгел тұрған кезде шығып алайын деп шықтым бүгін. Сырт жақтарын көру керек, мен жерлерде жатып қалу керек қояндар. Ал іздендер. Осының ішінде жатыр қоян. Көкарлан ізде дұрыстап. Bismillah, Allahu Ekber.
Бисмилля, міне бір қырғауыл. Таста. Екі қырғауыл атып алдық. Міне. Бір әтешін, бір ұрғашысын. Екі қырғауыл алдық. Бір жерден шықты, бірден. Әрмен қарай кеттік. Екі оқ аттық. Екі оқ салып аламыз. Ай! Айылып қалды қояннан. Қалының ортасынан шықты қоян. Қарама қарсы кездесті. Ататын мүмкіндік болды. Бірақ атпадым. Тазыларға жібергем. Бірақ наның ортасынан ала алмады. Қанша дегенмен адастырып кетеді.
қоян алдық. Атып алдым. Тазыларға беруге болушы еді. Бірақ мынаның ішінен мүмкіндік аз, 90% қоян қашып құтылады. Ала алмайды десе де болады. Сондықтан бір қоян атып алдым бүгін. Қоянға аңшылық маусым ашылғаннан кейін бір қоян алу міндет болды. Өйткені қазір шамалы кішігірім тамақ істеп, далада демалам деген ойым бар. Сондықтан атып алдым. Біріншіден, жаңағы қоян менен қырғауылды алдық қой. Сол үшін жолдаманы толтырып қоямыз соймас бұрын. Мені қырғауыл фазан деп тұр. Так, бүгін 11-ші ай, 22-ші жыл. Қорықшының немесе аңшының қолы. 2 дана. Сосын қояндікі. Қоян. Біреу. Күні 1-ші қараша. Міне осындай жолдамалар болады. Мынау қоянға, мынау қырғауылға, мынау қарсақ пенен түлкіге, мына жерде мынау да қырғауылға, үйрек, шілге және неге қазға. Жолдаманы толтырдық, осымен болды. Үшіндерін бәрін жұлып тастадық. Енді отқа бір үйте саламыз, болды. Дайын болады. Қолдарын кесеміз, аяқтарын кесеміз, басын кесіп тастаймыз. Болды. Мынандай балапан жүндері ол қазір от жаққанда отқа күйдіріп жібереміз, жоқ болып кетеді. Бір жағына, қазір екінші жағына тағы бір осындай ағаш керек. Қоянымызды пісіруге.
қоянды сыртын үйітіп, отқа үйітіп, сосын пісіргім кеп тұр. Құйқасымен қалай болатынын көреміз. Біреу ауырып кетті. Бүгін бір қоян, екі қырғауыл алдық. Соны бір қырғауылды қоя салдым үйге көшеге деп. Бір қоян мен қырғауылды мына жерде отқа қақтап пісіріп жатырман. Бір демалып шамалы кеште батып қалдық. 1 сағаттың көлемінде қараңғы батады. Соған дейін үлгеріп алу керек негізі. Тазыларға болмады қоян.
бір қоян шығып еді, оны ала алмады мына қалынның ішінен. Одан кейін мына қоянды оны тазыларға жіберуге не болмады. Мына тоғайдың ортасы ғой. Қалың ала алмайды бәрібір. Сондықтан бір қоян алып, бүгін отқа пісірем деген ойда болды да, сондықтан атып алып, жаралап, әрі қарай сосын тазылар алды. Бисмилля. Жамал бейті құйрық жағып қойық. Табиғатта осылай демалып үйреніңіздер. Достарыңызбен шығып, жалғыз шыққыларыңыз келсе жалғыз шығып, тамақ істеп, аң аулап, үйден тамақ алып шығып, далада істеп. Тамаша, мен мынаны осы қоянды терісіменен бірінші рет пісіріп көріп жатырмын. Қалай болатынын көреміз. Дұрыс піспесе, келесі жолы дұрыстап пісіресің. Сөйтіп ақырын үйренесің, қайсы тәтті екенін. Күн ұясына кіріп баратыр. Маған әлі үйге жүруге 50
километрдей, 40 километрдей жол бар. Сондықтан мен арқа жағын ғана пісіріп жатырмын қазір. Мына аяқ жақтары дұрыс піспейді, мына сандары. Мен жаңа арқа жақтарын жеймін, бәрібір тауса алмаймын бұл қоянды. Қалған үйге алып кетем. Кеш батып баратыр. Кеш отыра беруге болушы еді, одан камера көрінбейді, түсіруге келмей қалады. Сондықтан жылдамдатуға тырысып жатырмын. Бір күн аз болады екен, таңертең 11-дің кезінде бастағаннан 2-3 сағаттай аңшылықта жүрдім. Жаңағы 2 қырғауылымды аттым, одан мына қоянды аттым. Одан айналып келіп жаңағы сыртын тазалап, отқа құрып, оны жүнін жұлып, мына нелердің ағаш жарып үйтіп бүйткенше уақыт өтіп кетті, біраз уақыт. Уақыт тарлау болып болды. Аңшылық жайында сұрайтын болсаңыздар, Инстаграмға тіркеліп, сол жерге жекеге маған жазуларыңызға болады. Тазылар туралы, аң туралы. Күшік жоқ әзір менде. Алла қаласа, менде мына найда сол күйлейтін болса, қысқа қарай болып қалуы мүмкін. Қыста, көктемде оған ең күшік жоқ. Қазір күйлейтін болса да бұл найдан әзір қоспайым. Өйткені аңшылыққа керек, аңшылық маусымында. Сосын қаңтар айларына қарай қосам ғой. Былай қарай. Бисмилля деп көрейік. Bismillah. Bismillah. Құйқасын жек көрейік.
қалай болатын терісі. Тамаша. Бірден айтам. Табиғатқа шығып аң аулайтын болсаңыздар, пісіріп көріңіздер. Және маған қалай пісіргендеріңізді жіберіңіздер. Инстаграмға суретін жіберсеңіздер болады. Дәл осылай пісірсеңіздер қоянды. Немесе басқаша да пісіруге болады. Қалай ұнайды, солай пісіріңіздер. Мынау бірақ тамаша екен. Қырғауылды көрейік қалай болған. Қай жерін жейміз бұны? Түресін бе? Мына қараңыздар. Мына тамаша пісіпті болды. Құлағын жек. Қоянның құлағын жек көрген ешкім жоқ шығар, мен жек көрейін. Мына жерлер күйіп кетті. Кішкене жер ғана қапты. Құлағы. Қойдың құлағынан ешқандай айырмашылық жоқ. Ал екінші құлағын жек көрейік. Бисмилля. Мына жерлер күйіп кетті. Құлақтар жеуге жарамайды. Қоянның басын осы жейді. Осы қоян ұстаған. Жаралы қоян әрине, бірақ алдынан осы шықты. Қоян жаңа ғанау нелердің артына қарай қашып кетіп еді. Көкарлан тура алдынан шықты. Мына екеуі менімен бірге келді. Үшеуміз үш жақтан шықтық қой. Ол қоянға мүмкіндік бермедік. Ала қараңғы батты, күн ұясына кірді. Адамның бір қызығы Кімге ұнаған болса, лайк басып, арнаға жазыла кетіңіздер. Ассаламу алейкум. бала деген